Кей бауырларымызды қазір естіп, жаңалықтардан көріп келе жатырмын мен. Бір бауырларымыз айтуынша, момын мұсылман адам тақуалығы оның Құдайдан қорқатындығы мәсік алашпен жүру керек екен. Ол адам сәлдемен жүру керек екен. Ол адам анау майшені тастап түйемен жүру керек екен де қола таяғын ұстап алып. Соны тақуа дейді. Құдайдан қорқатын пенде сол деп жатқан бір адамдардың осында нелерін көріп қалдым мен. Бауырлар ашық айтамыз, тақуалық киіммен өлшенбейді. Керісінше мен айтар едім қазір, маман ретінде ұсыныс айтайын сіздерге. Момын мұсылман адам ең соңғы үлгідегі көлікпен жүріңдер. Шаман келе ма, ең соңғы көлікті мініп ал астыңа. Шаман келе ма, бренд киініп ал. Шаман келе ма, ең соңғы үлгідегі үй соғып ал. Шаман келе ма, ең бүткіл соңғы нәрсені істеу керек мұсылмандар. Басқа дін өкілдері бізді көріп, олар бізге қызығу керек. Шіркіні, не деген дін оларда? Ең соңғы үлгідегі технологияны пайдаланып жатыр олар. Мен қазір дінді қабылдасам, мен де осылай секілді болғым келеді, бауыр осындай болу керек. Білесіздер ме? Пайғамбар алейхиссалам ең соңғы үлгідегі түйені мінген. Ең соңғы үлгідегі киімді киіп жүрген алейхиссалам. Қазір пайғамбар тірі болғанда, қазір ең соңғы үлгідегі 500 мініп жүретін пайғамбар. Түйеде жүрмейтін дейді ғой олар. Пайғамбар алейхиссалам ең соңғы үлгідегі нәрселерді пайдаланған болар еді дейді. Ана таяғын тастап дейді, зубын щеткамен пайғамбар тісін жуатын еді дейді. Егер қазір тірі болғанда, өйткені ол кезде зубын щеткалары жоқ, өзі мисвак сол таяқ қана болған. Көрдіңіз ба? Сол таяқты да арабтар пайдаланып білмеген солар. Оларға пайғамбар сол цивилизацияны үйреткен оларға. Тістеріңді тазалап жүріңдер. Мисвак қолданыңдар ауыздарыңда. Деп пайғамбар тісті тазалап жүріп соларға үйреткен, сол мәдениетті қалыптастырды да. Бауырлар, жаңа нәрсені айтпайық бір-бірімізден. Бір бауырымызды жаңағыдай жақсы жетістікке жетіп жатсақ қуанайық барымыз. Міне мұсылман қара қалай жүру керек, тап-таза киініп жүру керек. Мұсылман адамның көлігі таза жүру керек, үйі таза болу керек. Деп соңғы үлгіде жүру керек. Сол кезде не болады бауырлар? Басқалар да бізге өнеге тұтсын. Ал оны ғайбаттамаңыздар. Не мына тақуалықтың бәрі қайда жүрді мынан? Қымбат киінеді, қымбат жүреді, қымбат жоқ өйтіп айтпа бауырым. Шаман келе ма сен де істе. Шаман келмей ма, оған дұға қылып қой да, соған жетуге сен де дұға қыл. Пайғамбар айтқан, Раббым, сені ұмыттыратын кедейліктен мен сенен пана тілеймін деп дұға қыл Расулаллах. Сені ұмыттыратын байлықтан пана тілеймін деген. Яғни сені ұмыттыратын кедейліктен сенен сақтанамын деген дұғалары бар. Кей бауырларымызды қазір естіп, жаңалықтардан көріп келе жатырмын мен.